Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін қазақ тілінен 74-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренесің. 40-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сененді, ісіңді оңай жалғайсың. Өлеңнің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Өлеңді көшіріп жазып болған соң, қарамен жазылған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен жазылған судан түбірі су, дан қосымша. 41-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Зырлайды доп бір орында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзде. Қуанамыз сол кезде. Өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев. Балалар, өлеңде футбол ойыны туралы айтылған. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың? Дейді. Өзім ұнататын команда жеңіске жеткенде менің көңіл күйім көтеріңкі, қуанышты боламын. Сыныптасыңа футбол ойыны туралы хабар жүргізіп көруіңе болады. Келесі 42-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалды көшіріп жаз. Бірінші мақал: тазалық, саулық негізі. Екінші: дені сау адам, дәулетті адам. Балалар, тиісті қосымшаны қойып, дәптерге осы үлгіде көшіріп жазып аламыз. 43-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Ұйқасын тап. Балалар, суретке және бірінші бағандағы сөздерге мұқият қараймыз. Ат, атпен шап. Доп, допты соқ. Су, сумен бетіңді жу. Ау, болсын денің сау. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, каналға жазылып, тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше балалар.